Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге Дженнифер Мия. Мен бүгін артында тұрғандай кітапхана жасадым. Ендеше үшін бірге көрейік. Кеттік. Сырты мінекей осындай. Төбесінде К деген әріп бар. Кітапхана дегендей. Мінекей. Әлі мына жаққа жол жасамадым. Қазір соңында бірге жасайтын боламыз. Есігі осындай. Мына жақта кітапты тапсырушы адамдар отырады. Яғни сізге бір кітап ұнаса, оны үйіңізге оқуға алып кете аласыз. Немесе осы жақта отырып та оқуға болады. Мына жақта бізде кітаптар, өте көп кітаптар. Өте көп, мына жақта да бар. Мінекей. Кішігірім ғана қылып жасадым. Жоғарыда шамдар бар. Осындай жасыл түспен жасадым қабырғасын. Есігі осындай. Терезелер де жасыл түсте үйлесіп тұр бір-біріне. Осындай қылып жасадым. Бірақ маған қазір есігі мүлден тұрған жоқ. Есігін ауыстырғым келіп тұр. Мына есікті қойып көрейік. Болады осы есік. Осыны қояйық. Енді мынаны өстіп қояйық мына жерге. Жаңалар артық. Мыналарды өстіп қояйық. Мінекей. Болды осымен. Енді мына жаққа осындай шөптерді қойып шығайық. Мінекей. Мен барлығына осындай шөптер қойып шығамын. Осындай жолына. Мінекей енді кішкене болсын әдемі болып қалды. Қалай сіздерге мына кітапхана ұнады ма? Ұнаса, тағы да не жасайын, келесіде жаза кетіңіздер. Мінекей бүгін осындай кітапхана жасадым. Келесіде не жасайын? Комментарийге жаза кетсеңіздер. Сау болыңыздар.